Değil mi balalar? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Сабаққа деген көңіл күйіңіз қалай? Тамам? Өте жақсы балалар. Біз бұл әдісті бірақ бұрыннан да қолданып келеміз бала сабақ барысында. Яғни бас, жүрек, қол деп аталады. Кәне, бастайық. Мынау менің басым, бәрі осы басқарған. Мынау менің жүрегім, бәрі осыдан басталған. Мынау менің оң қолым, мынау менің сол қолым. Ал жақсы балалар, бір-бірімізге шуағымызды шашайық. Оң жағымызға, сол жағымызға. Ал енді балалар, бәрін маған қараңдар. Мына жерде біз не көріп тұрмыз? Жіп, түрлі балды көріп тұрмыз. Балалар, түстері қандай тамаша ма? Тамаша. Ал енді болса, бәрін маған жақындай көріңдерші. Жақындайыңдар, мені қоршап тұрыңдар. Менің қолымда тұрған түрлі түсті ғажайып баулар бар. Енді осы баулардың керемет секірі бар. Ал енді оны білу үшін біз осы бауларды бір-бір ұшын ұстайықшы кәне. Ал тез ұстайған. Ұшынан ұстайған, ұшынан бір-бірден. Әркім бір-бір ұшын ұстай қалсын. Ал енді балалар кәне. Жақсы ұстадыңдар ма? Мен қазір жіберемін. Бір-бірлеріңнің жандарындағы адамдар тағасындар. Айзере келе ғой. Балалар сендерге топ болды, е? Сендер бірінші топсыңдар. Ал мұна екінші топ боласыңдар сендер. Сендер үшінші топ боласыңдар. Сендер төртінші топ боласыңдар. Түсінікті ме балалар? Ал жақсы. Енді балаларымызды ортаға қояйық. Ал балалар, орнымызға жайғастық па? Сабағымызды бастайық. Ал олай болса балалар, өткен сабақта қандай тақырып өтіп едік балалар? Периметр. Ненің периметрлерін жауап жатырмыз балалар? Қол көтеріп жауап берейік. Үш бұрыш. Төрт бұрыш. Қазір? Төрт бұрыш. Шаршы. Яғни бұның бәрі көп бұрыштар деп аталады екен, иә балалар? Біз сендермен көп бұрыштардың қабырғаларын өлшеп, оларды қосып, біз не табамыз балалар? Яғни көп бұрыштардың қабырғаларының қосындысы, яғни қабырғаларының ұзындығының қосындысы бізге не береді? Периметр береді екен. Яғни біз периметрді көп бұрыштардың қабырғаларын қосу арқылы табады екенбіз. Олай болса, сендерге өткен сабақта үй тапсырмасына не беріліп еді балалар? Орындадық па үй тапсырмасын? Ал жақсы. Үй тапсырмасына қандай тапсырма беріліп еді? Кім айтады? Не периметр? Үйдегі бір заттың периметрін өлшеп тауып кел деген, не балалар? Ал кәне үйдегі бір затты өлшеп периметрін тауып келіңдер деген болады. Ал кәне кім орындады? Айтады ма? Дәптерді өлшедің ба? Қаншаға тең болды периметр дәптерге? 30-ға тең болды ма? Өте жақсы. 30 не болды? Сантиметр ма? 30 сантиметрге тең болды, иә? Жақсы. Тағы кім не өлшеді? Мирас. Мен есікті өлшедім. Есіктің периметрі қаншаға тең еді? Ұзындығы қанша болды? Ені қанша болды? Ені 1 сантиметр. 1 сантиметр ма? Метр ма? Метр. Ені 1 метр. Ұзындығы? Ұзындығы 2 метр. Периметрі қанша тең болды? 6 метр. 6 метрға тең болды. Жақсы. Тағы кім өлшеді? Әдемі. Мен кітапты өлшедім. Кітаптың ені қанша болды? 17 сантиметр болды ма? Ұзындығы? 23 болды. Периметрін қалай таптың? Периметр қосып, десеңіз? Көбейттім. Біздің бүгінгі тақырыбымыз
Осы алдыңғы тақырыптың жалғасы, яғни көп бұрыштардың периметрін табу және сол периметрді табуға берілген формулаларды қолдану. Яғни біз бүгінгі сабақта төрт бұрыштың, үш бұрыштың, шаршының периметрлерін табады екенбіз және соны табу үшін формулаларды қолданады екенбіз балалар. Яғни екі қабырғасы тең болса, қарама-қарсы екі қабырғасы тең болса, ал ясмина өте жақсы, аны көбейтемін екіге, өте жақсы. Енді біз балалар қараңдар, мына төрт бұрыштың периметрін табудың үш тәсілі көрсеткен екенбіз, иә балалар? Ал енді біз дәптерге орындайық. Номер 1-ін келсек, кәне жасайық. Үш бұрыштың формуласын кім көрсетіп бере алады? Зере шыға ғой. Үш бұрышта сол формулаға айтыңыз. Үш бұрышта ғой. Что слышно? Формулу вставал, создал же. Вот такой. Келесі. Шаршының формуласын кім көрсетеді? Айтыңызшы, шыға ғой. Біз білеміз, шаршының барлық қабырғалары қандай балалар? Қайда қоямыз? Қайда қоямыз? Ал келесі бес бұрышты бегады шыға ғой. Кәне қазір жауаптардың дұрыс бұрыстығын тексереміз. Бес бұрыш қай жерде тұр? Жарайсың. Ал төрт бұрышты кім көрсетеді? Ерді шыға ғой. Ал жақсы, енді жауаптарды жіберу деген мақсат. Ал тексерейік. Кәне беріп тұр ғой. Дұрыс деген балалар? Иә, яғни барлығы дұрыс жауап кәне. Ал енді мен сіздерге осы үш бұрыштарды әр топқа таратып беремін. Бұл үш бұрыштардан сендер біріге отырып мен айтқан фигураны құрауларың керек. Құрадыңдар сендерге? Төрт бұрышты құрау берді. Құрадық па? Құрадық, жарайсыңдар. Сіздерге үш бұрышты құрау берді. Үш бұрышты құрау жарайды.
Шашыны құрадыңдар ма? Иә, ал жақсы бала. Енді бізде қарасаңдар, фигураны құрайды. Енді сол фигураның периметрін табу керек дейді сендерге. Өзім тұрған фигураның периметрін табу үшін біз не істейміз? Қабырғаларының ұзындығын өлшейміз. Ал кәне қабырғалардың ұзындығын өлшейді. Өлшеңдер балалар. Енің және ұзындығын өлшейміз. Ал жазылады. Өлшеп жазыңдар. Ал бұл болмаса балалар, енді мен сендерге мынандай не тоқтыға қараңдар. Не айтам, не көрдім, не істедім. Жаңа сендер не істедіңдер? Сол бойынша жауап бересіңдер кәдімгі. Ал сіздердің топтан кім сөйлейді? Ал Азира айта ғой. Ал тыңдаймыз балалар бір-біріңізді. Біздің шашымыз 106 сантиметрге тең болды. Біздің шашымыздың несі? Периметрі 106 сантиметрге тең болды. Ал балалар қарап жеріңдер достар. Ал біз болса осы топқа қошеметімізді білдіріп қояйық. Ал жақсы. Келесі топты тыңдай қояйық. Ал мен не айтамын дейді. Ал не айтасың? Сіздерге қандай тапсырма берді? Айта ғой. Бастап тұрғанына. Бізге Төртбұрыштың периметрі табу берілді. Периметр қаншаға тең болды? 80 сантиметрге тең болды. Ал балалар дұрыс орындады ма? Ал олай болса, мына топқа қошемет көрсетіп қояйық. Жақсы. Ал жүкті жұмысты орындау үшін тағы да бізге көмекке сиқырлы балаларымыз келеді екен. Тез күшті ұстайылыңдар. Тез. Так. Неге үшеу болып қалдыңдар? Міне. Айсұлтан мен Нұрислам бір топ, бір жұп, Айзере мен Мирас бір жұп болады. Ал балалар, 2 минут уақыт беремін. Уақыт кетті. Бастап. Орындар, маркер бар. Планшеттеріңізді аламыз. Жеке жұмыс. Сіздерге сөзді есептелемін. Ал ол сөзді есептер. Мынандай шекімді балаға түрінде сіздерге беріледі. Сіздер бұл сөзді есепті шешу үшін бірінші несі болу керек балалар? Шарты? Сосын? Жоқ. Сұрағы. Өте дұрыс. Шешуі. Сосын? Жауабы болу керек. Ал бізде шарты берілген, сіздер шешумен жауабы табылған керек. Ал кәнемен таратып береді бір-бірден. Бірден түркеде санайық. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir деген балалар мына топқа жиналған. 2 деген балалар мына топқа жиналған. 3 деген балалар мына топқа жиналған. 3 болды келген. 4 деген балалар мына топқа келген. Осы топ бойынша сендерге берілетін тапсырма балалар теңдеу шешу. Яғни бірінші теңдеуді шешеміз, мәнін табамыз, және сәйкестендіреміз. Міндет берілді, және орындаймыз. Тапсырма берілді, және орындаймыз.
Al, hani toplarsın, akması koymayız. Al, kızlar. Kızlar doğru olsun. Değil mi? Karındır. Kimге de cevaptan karındır. Kimge de meğerle düz kelip durma. Hani oynanıyorlar? İkisi kolay. Kırtımız herkes girdi. Öte жақсы. Яғни сәйкес па? Aha, барлығы бойынша дұрыс екен. Жақсы. Онда сіздің өздерге бір бар қосамыз. Болды ма? Ал енді тағы да соғымызды. Қане тексерейік. Сіздерде уже екінші мүмкіндіктерің, балалар. Ал, қояйық. Ал, сәйкес келді ма барлығы балалар? Кілті дұрыс па екен? Дұрыс, яғни екінші жолы дұрыс орындарға не дейсіңдер? Қарап алыңдар жауаптарыңды. Дұрыс екен? О, міне, сәйкес келді. Яғни мынамыз дұрыс. Қане, кілтіміз қойылайық. Дұрыс па? Ал, дұрыс па екен? Иә, дұрыс екен. Барлығы дұрыс екен. Иә, жақсы. Кілтіміз сәйкес келді. Ал, жарайсыңдар. Өздеріңе бір ұпай бағалау кестесіне бір ұпай қосып алыңдар. Кері байланыңыз. Мына жерге қарасақ, мен түсіндім, бірақ әлі де маған көмек керек дедім. Мен барлығын түсіндім. Және басқа оқушыларға да түсіндіре аламын дейді. Яғни, периметр тақырыбы бойынша барлық тапсырмаларды жақсы орындады. Және сол тапсырмалардағы сұрақтар бойынша маған барлығы түсінікті болды. Және де досыма немесе көмек керек. Сыныптасыма осы тапсырманы түсіндіре аламын деп екі тілге бөліп қойдық бала. Енді көріп тұрса астында қандай түсе тұр бала? Жасыл және сары түсе тұр бала. Жасыл түстегі асықтарымыз қайда кетеді? Маған барлығы түсінікті деген бөлімге кетеді. Ал сары түсті асықтарымыз мен түсіндім, бірақ маған әлі көмек